келесі видеоға назар аударуларыңызды сұраймын. Қайырлы күн, әріптестер. Алматы қаласы білім басқармасы және қалалық әдістемелік кабинеттің ұйымдастыруымен кезекті семинар. Семинар модераторы Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы, техника және технологиялар магистрі, 2018 жылдың үздік педагогы Дүйсенбаева Әсем Аманжанқызы. Бүгінгі тақырыбымыз анимациялы бейнесабақ жасау әдістемесі. Яғни осындай үлгіде өздеріңіз көріп отырсыздар, hand animation деген атауында тұр. Яғни қолдың анимациясы, біздің кез келген жазуымызды, өзіміздің түсіндіретін тақырыбымызды барлығын осы анимациялы қол арқылы жазып, және қажетті сабаққа қажетті суретімізді, презентациямызды осылай шығарып, осындай үлгіде бейнесабақ жасап шығара аламыз. Енді бұл үшін сіздерге не қажет болады? Яғни ең бірінші бізге бағдарламаны орнатуымыз керек. Ол үшін мына жерге назар аударсаңыздар, бірінші QR код беріп тұрмын. Осы QR кодты сканерлесеңіздер, бағдарламаны бірден облакадан жүктеп аласыздар. Яғни сіздерге дайындап қойдым, ешқайдан іздеудің қажеті жоқ. Осы QR кодты сканерлеп, қазір суретке түсіріп алсаңыздар да болады. Жүктелуі өте тез, орнатылуы да оңай бағдарлама, яғни компьютеріңізден көп орын алмайды. Бағдарламаны осы QR кодпен, бірінші тұрған QR кодпен жүктеп аласыздар. Одан кейін екі рет үстінен шертсеңіздер, ары қарай стандартты бағдарламалар сияқты далее деп шығып компьютеріңізге орнатылады. Орнатып болғаннан кейін, осы семинар аяқталғаннан кейін, мына QR кодты да суретке түсіріп алыңыздар. Осы QR кодта мен сіздерге қадам-қадаммен түсіндірілген бейне сабақ жасап қойдым. Яғни 10 минуттық бейне сабақ, осы бейне сабақты көріп, егерде семинарда түсінбей қалған жерлеріңіз болып жатса, сол бейне сабақты қарап, қайталап жасап көрсеңіздер болады. Суретке түсіріп алыңыздар, кейін асықпай сканерлеп орнатып аласыздар. Немесе қазір менімен бірге жұмыс жасаймын десеңіздер, бірден осы программаны жүктеп компьютерге орнатсаңыздар, көп уақыт кетпейді. Ары қарай жалғастырайық. Бұл программаның негізгі интерфейсі, міне алдарыңызда тұр. Программа, не үшін мен мынандай қоңыздың суретін қойдым, міне қарасаңыздар, программа компьютерімізге орнатылғаннан кейін осындай белгі шығады. Яғни бұл hand animation бағдарламасының негізгі логотипі. Осы қоңыз суреті бар программамыз орнатылғаннан кейін, соның үстінен екі рет шертсек, осындай интерфейс ашылады, негізгі терезесі. Бұл терезеде енді бізге ең керекті білетініміз 5 инструменті дейміз ғой, енді қазақша айтқанда 5 құралы. Яғни бұл бірінші міне текст, міне көріп тұрсыздар, 101 деп тұр текст. Екінші картина деп тұр, міне 502 түбінде картина деп тұр. Және бізге керекті болатын фигуралар, яғни эллипс, круг, дөңгелек, 3 бұрыш, 4 бұрыш, кез келген фигуралар. Және мұн жерде көріп тұрсыздар, егерде математика, физикадан формулалар жазатын болсаңыздар, түрлі скобкалар, интегралдар, квадратный корень дейміз, осының барлығы осы жерден шығады. Енді бұл бағдарламада ең бірінші міне осылай ашылған кезде басында 4 бұрышты көріп тұрсыздар, міне жасыл үзік-үзік сызықпен сызылған 4 бұрыш. Бұл маркер страницы деп аталады, яғни кез келген біздің бірінші программамыз ашылған кезде осыдан бастау алады. Енді қараңыздар, ең бірінші тексттен бастайық. Текстті жазу үшін біз мына жерде сол жағымызда текст деген құралды қолмен ұстаймыз, мышкамен ұстаймыз да. Қазір мен программаның өзін ашайын. Міне текст деп тұр. Осы тексті мышкамен ұстаймыз да, мына біздің жұмыс алаңына келіп жібереміз мышканы. Сол кезде мынандай 4 бұрыш орын пайда болды. Осы жерге біз өзіміздің кез келген жазатын ақпаратымызды жазамыз. Мысалы, жаңа тақырып,
Енді бұл көріп тұрсыздар, осы бір жұмыс үстеліне сыйған ақпарат, бұл слайдтың бір беті деп өздеріңіз ойлап аласыздар да, орынды осыған қарай ыңғайластырасыздар. Яғни жаңа тақырып, мына жерде шрифтің менің өте үлкен болып тұр, бұның шрифтін кішірейту үшін, мына сол жағында міне көріп тұрсыздар, шрифт деп тұр. Осы жердің үстінен бірлес шертетін болсақ, шрифтің борттағы сияқты размерін кішірейтуге болады. Мысалы, 24-ші размерді таңдаймыз, окей. Және түсін өзгертуге болады жазудың. Мына жерде цвет пера деп тұр, соны үстінен бірлес шертеміз, мына жерде палитра шығады. Осы палитрадан кез келген түсті таңдаймыз. Мысалы, қызыл түсті таңдайық, окей. Міне көрдіңіздер, жаңа тақырып деген қызыл түсті болды. Енді жаңа тақырыбымызды жазайық. Электр тоғы деп қоя салайын. Так. Электр тоғы. Жаңа тақырыпты жаздық. Енді осыған байланысты біз сурет қоюымыз керек. Бүгінгі жаңа тақырыпты бастау үшін. Ол үшін картина дегенді аламыз және мышкаменен ұстап тұрып, жұмыс үстеліне апарып жібереміз. Сонда картинаның орны пайда болды. Осы жерге біз енді сурет қоюымыз керек. Яғни, выберите, мына жоғар жағында көрініп тұрсыздар, выберите картину деп тұр. Осыны басамыз және алдын ала өздеріңіз дайындап қойасыздар ғой, бейне сабаққа қандай ақпарат, қандай материалдар қажет болады, соларды бір папкаға жинақтап қойсаңыздар болады. Енді сол папкадан сурет қояйын, мысалы, кез келген суретті алып қойдым, міне. Сурет қойдыңыз. Енді өзіңіздің аты жөніңізді жазасыз. Мысалы, тағы да текст апарып, Дүйсенбаева АА дей салайық. Бұның да жәнегіндегі тағы бір көрсетіп өтейін. Шрифтің размерін өзгерте аламыз, 24, окей. Түсін өзгерте аламыз. Мысалы, қызыл қоя салайық, окей. Көріп тұрсыздар. Енді бұл Hand Animation бағдарламасында бізге керек ең маңызды құрал, бұл арасын байланыстыратын связка деп атаймыз. Связка өте маңызды. Қазір мен бірінші слайд бітті деп ойластырайық та, енді екінші слайдқа көшейік, сосын арасындағы связканы үйретемін. Мышкаменен төмен түсетін болсаңыздар, міне мынандай қызыл үзік сызық. Осы қызыл үзік сызық бізде екінші слайдтың екеуінің арасын бөліп тұратын сызық. Яғни жоғарғы жағы слайд болады. Екінші қызыл сызықтан төменгіміз екінші слайд болады. Екінші слайдты бастаған кезде біз маркер страницадан бастауымыз керек. Яғни мына маркер страница дегенді тағы да мышкамен аламыз да басына қоямыз төртбұрыш. Яғни кез келген слайд осы бағдарламадағы осы маркер страницадан басталады. Маркер страницаны қойып алдық. Енді біз, мысалы, электр тоғының анықтамасын жазайық. Ол үшін тағы да текст апарамыз, мышкамен жібереміз және анықтамасын жазамыз. Зарядталған, мысалы, енді мен өз сабағым бойынша жаза берейін. Зарядталған бөлшектердің шрифтің размерін кішірейтіп алайын бірден. 24. 24 ең оптимальный размер. 24-ті қоя берсеңіздер болады барлық жеріне. Және цветін өзгертейін, мысалы, көк қояйын, окей. Зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысы электр тоғы аталады. Қазір маған бұлай. Міне көрініп тұр, иә, сіздерге. Жазуымды қойдым. Енді осыған байланысты сурет қояйын. Мысалы, картинканы апарып қоямын жұмыс үстеліне, және осы картинкаға мен жерден выбирать етем. Соған байланысты, мысалы, суретті. Сурет қойсаңыз да болады, немесе өзіңіздің кез келген слайдыңыздың бір парақшасын қойсаңыз болады. Мысалы, мен осыған байланысты осы суретті қойдым. Енді парақшаның соңында, яғни слайдтың соңында біз
бір кідіруіміз керек, иә, осы слайдты түсіндіру үшін бізге біраз уақыт қажет болады. Сол уақытты қою үшін біз пустой объект деген қоямыз. Яғни пустой объект дегенді тағы да мышкамен ұстаймыз. Бірінші слайдтың төменгі жағына қоямыз, және екінші слайдтың төменгі жағына қоямыз. Пустой объект деген. Яғни бұл бізге түсіндіру үшін уақыт қажет болады. Сол уақытты кідірту үшін біз осы пустой объектіні қоямыз. Енді, және айтып өткенімдей, бұл бағдарламада ең маңыздысы араларында связка. Бұл связканы қалай жасаймыз? Міне жоғары жағында көріп тұрсыздар, міне мына жерге баратын болсам, link деген жазу шығады ағылшынша. Міне, қарап тұрсыздар, иә, link деген. Осы link деген батырманы мышкамен бірлес шертеміз, және ең бірінші слайдтағы маркер страницадан бастаймыз. Яғни мышкаменен бірлес шертемізде қай объект бірінші шығу керек. Мысалы, менде жаңа тақырып деген сөз бірінші шығу керек. Соған апарып мышканы жіберемін. Яғни ссылка болған кезде барлығымыз білеміз, мұндай гиперссылканың шынжыр сияқты сурет шығады, сол кезде жібереміз мышканы. Міне көрдіңіздер, екі объекттің арасында бізде связка пайда болды. Енді тағы да жаңа тақырып жазылып біткеннен кейін бізге мына сурет шығу керек. Ол үшін тағы да ссылка, мына гиперссылканы басамыз, жазудан суретке апарып жібереміз. Міне, жасалынды ссылка. Енді үшінші тағы да келесі объектілерді осылай бір-бірімен байланыстырып шығамыз. Яғни осыдан кейін бізде Дүйсенбаева деген аты жөніміз шығу керек. Одан кейін аты жөнімізден кейін пустой объектіге ссылка жібереміз. Және пустой объектіге біз біраз уақыт береміз. Яғни осы слайд бізде біраз кідіру үшін осыған уақыт береміз. Яғни уақытты біз үстінен бірлес шертеміз. Мына жерде тайминг деп тұрады, уақытты білдіреді. Осы жерге количество кадров дейді, мысалы 100 деп беріп қояйық. 100 секунд мысалы кідіреді осы жерде. Окей, ары қарай. Енді пустой объектіден біз келесі слайд бетінің бірінші маркер страницасына апарамыз ссылканы. Яғни ссылканың суретін бірлес басамыз, және пустой объектіден маркер страницаға апарып жібереміз. Көрдіңіздер, иә? Келесі тағы да солай барлығын бір-бірімен байланыстырып шығамыз. Яғни сөзге, сөйлемге апарамыз, сөйлемнен суретке апарамыз, және суреттен қайтадан пустой объектке апарамыз. Және пустой объектке уақыт береміз. Яғни тағы да 100 секунд беріп қояйық, уақыт бердік. Енді бұл жасалған видеоны біз қалай сақтаймыз? Сақтау үшін файл дегенді басамыз, экспортировать, және төменгі жағында видео деп тұрады. Осы видео дегенді басатын болсақ, бізде қазір терезе шықты. Осы терезеге біз бұл видеомызды қалай сақтаймыз? Атауын жазамыз. Мысалы, электр тоғы деп қояйын. Электр деп тұра берсін. MP4 форматта бірден сақталады. Және, мысалы, жұмыс үстеліне сақтаймын деп белгілеп қояйын. Сохранить дейтін болсақ, міне қазір бізде видеомыз сақталып жатыр. Сақталғаннан кейін қандай жұмыс шыққанын қазір бірге көретін боламыз. Бұл жерде және айтып өткенімдей, ең маңыздысы араларын байланыстыратын связка. Связка дұрыс болса, үзілмей видеомыз жақсы шығады. Қазір міне электр деп сақталды. Үстінен екі рет шертіп, көрейік, қандай жұмыс шыққанын. Қазір екінші страницаға өттік. Екінші страницаның анықтамасы жазылып жатыр. Міне осындай жұмыс
шықты, және аз уақыттың ішінде осындай 2 слайдтың анимациясын жасап шығардық. Енді бұны біз дауыспенен озвучка жасап, толық бейнесабаққа айналдыра аламыз. Яғни ол үшін кез келген видео редакторда, мысалы, немесе PowerPoint-тың өзінде жасауға болады. Яғни дауыспенен дыбыстап, осы бейнесабағымызды соңына дейін жасап шығара аламыз. Осы жерге дейін сұрақтарыңыз бар ма? Қазір дауыс жазуды тағы да көрсететін боламын. Сіз ұсынған кешіріңіз, осы бағдарламаның сілтемесін немен жіберіңізші? Чатқа ма? Хабарламамен. Қазір чатқа міне жаздым. Чатқа жаздым, ссылкасын жаздым. Сол ссылкамен бірден кіріп көшірсеңіздер болады. Менің қосымша тегім бар? Бағдарламаны сол облакадан бірден көшіріп алыңыздар, скачать етіп. Жоқ, онлайн бағдарлама емес бұл. Бұл компьютерімізге орнатылатын бағдарлама. Кез келген сәтте, интернет жоқ кезде де біз бұлмен жұмыс жасай аламыз. Интернетке тәуелді. Ау. Ссылка қайттан жіберіңізші, таба алмай қалдық. Міне, тағы жібердім. Сіздер жазбай тұра тұрсаңыздар. Соңғы жіберген сообщениені үстінен бассаңыздар, бірден сол облакаға өтесіздер. Қайтадан жіберіңізші, қайтадан. Чатта тұр ғой, бассаңыз ана, можно Сохранить үшін тиіп болады. Мінекей түсіріп алдым. Рахмет. Асема Манжановна, можно вопрос вам? Да, қоя беріңіз. Вот смотрите, это же бесплатный вариант, да? У него функций много, да? Ну, достаточно для преподавателя? Енді функциясы аса көп емес. Бұл жерде hand animation жаңа қолменен кез келген жазуыңызды жаза аласыз. Ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде, үш тілде де жұмыс жасайды. Кез келген жазу, мысалы, ережелерді, кез келген мысалы, өзіңіздің сабағыңызға байланысты ақпаратты жазуға болады, және суреттерді шығарып, анимация жасауға болады. Яғни, біз PowerPoint-та слайд жасап, мысалы, бейне сабақ түсіріп жүрсіздер ғой, тек дыбыстап. Соны кішкене анимациялап, балаларға кішкене қызықты болу үшін осы қолдың анимациясы кіргізіліп отыр осы бағдарламаға. А можно через эту программу человечков рисовать? Человечков рисовать можно, но это чуть сложнее, не каждый может сразу. Но функционально бесплатным он есть, да? Есть. Вот здесь рисование от руки написано, сейчас вот покажу. Так. Демонстрация көрініп тұр ма? Я. Вот рисунок от руки деп тұр ғой. Осыны апарып қойғаннан кейін, осы жерге позиция объекта, мына жердің барлығын реттеу керек, бірақ ол қиындау, бұған көп уақыт кетеді. Менің өзімнің үйренуіме бірталай уақыт кетті, сондықтан оны көрсетпей қояйын. Негізгі варианттары осы. Біз күнделікті қолдануға болады. Көп уақыт кетпейді. Мысалы, кез келген отчетыңызды, кез келген, мысалы, бір жерде выступать етесіз, метасовет, педсовет, кез келген өзіңіздің презентацияңызды осындай анимациялы түрде шығаруға болады. Мысалы, қазір мен жауып, қайтадан презентация қоюды көрсетіп жіберейін, Асема Манжановна, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Сіз жаңа QR-код арқылы деген қайталап көруге болады дедіңіз ғой мына бейнені. Соны қалай, сол бас жағын түсіндіріп жібересіз өтініш? Мен интернетім кішкене дұрыс істемей түсінбей қалдым бас жағын. Міне қараңыздар, мына QR-кодты суретке түсіріп алсаңыздар болды. Мына суретке түсіріп алыңыздаршы. Одан кейін кез келген QR-код ридері деген бар ғой Play Market'та. Соны скачать етесіздер де, осы QR-кодты оқысаңыздар, бірінші QR-кодта осы тегін бағдарлама тұр, компьютеріңізге жүктеп алатын. Екінші QR-кодта бейне сабақ тұр. Мен қадам мен түсіндірдім. Яғни осы семинарда айтылған дүниенің барлығын мен осы бейне сабақта қысқа нұсқа барлығын түсіндіріп қойдым. Егер де ссылкасын жібер десеңіздер, ссылкасын да қазір чатқа жіберіп қояйын. Я жіберіңізші ссылкасын. Үлкен рахмет. Ссылкасын да жібересіз, дұрыс болар еді. Ссылкасын жіберейін деп жатырмын. Біз осы сабақтың видеосын, ссылкасын YouTube-ға қойып,
сіздердің методистер чатына жібереміз, методистеріңізден аласыздар бүгінгі сабақтың көрінісін. Рахмет. Жерде дайын бейне сабақты да міне 3-ші ссылкада жіберіп қойдым. Дайын бейне сабақ тұр. Енді қазір мысалы бір отчетқа немесе педсоветте, методсоветте сөйлеу үшін сізге анимациялы түрде қалай жасауға болады, сол жағын көрсетіп кетейін. Мысалы, жаңа парақша ашылды. Көрініп тұр ғой барлығыңызға, иә? Жаңа парақша ашылды. Осы жерге сіз өзіңіздің слайдыңызды шығара аласыз. Ол үшін, қазір мен былай қойын, картинка дегенді басамызда жұмыс үстеліне апарып жібереміз. Тақтаны сызбасаңыздар, құрметті ұстаздар, тақта сызылып жатыр. Осы жерге сіз өзіңіздің презентацияңызды қоясыз. Ол үшін выберите картинку дегенді басамыз, және кез келген презентацияңызды таңдайсыз. Мысалы, мен кез келген презентацияны қоя берейін. 3-ші слайд открыть дейміз. Мені көрдіңіздер ма? Слайдыңыз ашылады сіздің. Слайдыңыз ашылды. Осы жерден сіз қысқаша өзіңіз бір түсінік беріп кете аласыз, мысалы, жазба түрінде. Мысалы, 2020-2021 оқу жылы дей салайық. Енді осы жерге мен не жасаймын? Арасына связка жасаймын. Арасына связка жасамас бұрын сіз пустой объектіні қойып кетуіңіз керек. Кез келген слайдтың, осы бағдарламада жасалған, астына пустой объект қоямыз, ұмытпаңыздар. Так, енді араларына связка жасаймыз. Связканы жасаған кезде тағы да бір естеріңізге түсіре кетейін. Мына жерде link деген батырма бар. Link деген батырманы басамыз. Ең бірінші маркер страницадан бастаймыз. Осыған бірлес мышкамен шертеміз, және слайдымыздың бетіне апарып жібереміз. Көрдіңіздер ма? Связка жасалынды. Енді екінші рет связканы мына сөзге апарып жібереміз. 20-21 оқу жылы, және сөзден пустой объектке барып жібереміз. Сөздің цветін ауыстыру үшін тағы да естеріңізге түсіре кетейін. Цвет пера деген жерді, мысалы, өзгерте аласыздар. Көк қылып қояйық. Окей. Не көрдіңіздер ғой. Енді қалай сақтайсыздар? Пустой объектке біраз уақыт бере салайық. Тайминг 100. Мен всегда 100 қоям. Осыны қоя берсеңіздер болады. Файл, экспортировать, видео дейсіздер, болды, сақталады. Атауын жаза салайық. Мысалы, 45 деп қойдым. Сохранить. Қазір біздің видеомыз сақталады. Осы сияқты кез келген отчетқа қолдансаңыздар өте тиімді және необычно болады басқаларға қарағанда. Қазір 45 деген видеоны қай жерге сақталды, көріп жіберейін. Так, біздің уақытымыз аяқталып бара жатыр конференцияның, құрметті ұстаздар. Сол ссылка бойынша және айтып өтті ғой, қайтадан кіріңіздер. Қазір бізде конференция уже 7 минуткана қалды аяқталуына. Сондықтан, егер де бітіп жатса, қайтадан кіресіздер, ұмытпаңыздар. Төмен жағында тұр, 45 деп, семинарға дейін папкаңыздың қасында. Жоқ, мен 45 басқалай сақтап қойдым ғой, қазір компьютернан істей салайын. Міне, қараңыздар, слайдыңыз шықты, аяқ жағына жазуыңыз шықты. Яғни, мына слайдыңызды қойған кезде де кішкене размерін үлкейтіңіздер, мен және үлкейтпедім. Үлкейтіп, кішкене ортаға қойсаңыздар, көзге жақсы көрінеді. Осы сияқты келесі слайдқа түсіп, ары қарай түсіндіре берсеңіздер болады. Енді кешіріңізші, мен жасап отырмын сізбен бірге, шрифттің размерін қалай азайт дедіңіз? Шрифттің размерін азайту үшін осыны қай шрифтті өзгерту керек, үстінен бірлес шертесіз, мынандай жан-жағы төртбұрышты болу керек. Сол кезде мына жақтан шығады, міне, сол жағыңызда шрифт деген шығады. Үстінен бірлес басасыз. Рахмет табылды. Аха, үш кнопкасы тұрады қасында. Қай объектіні өзгертесіз, сол объектіні бірлес мышкамен шертіп аласыз. Сол кезде жан-жағында контурлар шығады, не көрдіңіздер ма? Үлкейте аласыз, былай созып, кішірейте аласыздар. Жазуды да солай өзгерткен кезде бірлес шертіп жеріп, цветін, размерін өзгертесіздер. Так, сұрақтарыңыз бар ма?
Әсел Аманжолқызы, сіздің мына түсіндіргеніңіздің бәрі өте қарапайым, өте жеңіл, керемет, бізге қажетті нәрсе айтып отырсыз. Егер де бізде сұрақтар туындаса, мысалы мен енді бұл компьютермен көп жұмыс жасамаған үлкен адамын, сізге хабарласып, кейбір түсінбеген нәрсені сұрауға болады ма? Әрине, мен қуанар едім. Мен қазір өзімнің контакт телефондарымды жазып қояйын мына жерге, иә? Жіберіңізші. Хабарласып, менен көмек сұрасаңыздар болады. Кешіріңіз, менде мынандай сұрақ бар еді, болады ма сұрақ қоюға? Қоя беріңіз. Қараңызшы, жаңағы iCloud-тан осы бағдарламаны скачать етіп алдық та, менде басында дұрыс кіре алмай қалдым да, интернет ұстамай. Соны QR кодты дәл осы жерден алу керек пе? Жоқ, сол QR кодпен жаңағы скачать еткен бағдарламаның байланысын түсіндіріп жіберсеңіз. Скачать еткен бағдарламаңыз сол QR кодта тұр ғой, екеуі бір нәрсе. Компьютерға скачать етем да, далее деп кәдімгідей установка жасаймын болды, иә? QR кодтың қатысы жоқ. Егер де жаңағы ссылкамен кірген болсаңыз, ссылкамен арғай орната беріңіз. QR код екеуі бір нәрсе. QR кодтағы нәрсе сол және ссылкада бар. Рахмет, өте түсінікті. Тағы бір сұрақ, кешіріңіз. Мен сабақтың тақырыбы дедім де, соны шрифтін ауыстырдым, иә, түсін ауыстырдым. Енді сол сабақтың тақырыбы деп әрғай жалғастырайын десем, жалғастыра алмай отырмын. Иә, оны тағы да айтып өтейін. Мысалы, қараңыз, сіз бір жол жазып біткеннен кейін, екінші жолды қайтадан текст деп қоюыңыз керек астына. Яғни, Enterмен біз үйреніп қалдық қой, Wordта Enterмен астыға түсуге болады, иә? Бұл жерде үйтіп астыға түсе алмаймыз. Келесі жолды біз жаңа тексттен бастаймыз. Сонда мен мысалы, мен жазатынымды толық жазып кету керекпін ғой, содан кейін өзгертетінді өзгертемін, дұрыс па? Арасына барып өзгерте алмайсыз. Мысалы, қараңыз. Жылы дегенде, мысалы, мен жылы деген жықы деп жазып қойдым да, иә, қате кетті. Бұны мен арасына, мысалы, Wordтағы сияқты арасына барып бір әріпті өшіре алмайсыз. Өшіру үшін сол әріпке дейін барлығын өшіру керек болады. Сондықтан желательно қателеспей жазуға тырысыңыздар. Кешіресіз, сонда әрбір строчкаға сөз жазу үшін текстті басып отырамыз ғой, да? Текстті мышкамен ұстап, осы жұмыс үстеліне қойып отырасыздар осылай. Сосын жазасыздар. Рахмет. Кешіріңіз, енді мынандай сұрақ, сіз жаңа презентацияның бір бетін алып келдіңіз ғой, сіз оны PowerPoint-ты сақтап, жеке-жеке сақтап алдыңыз ба, картинка ретінде? Жоқ, бірден PowerPoint-тан загрузка жасадыңыз ба? Картинка ретінде сақтап аламыз. Картинка ретінде сақтау үшін, мысалы, қараңыз, менде қазір PowerPoint ашылып тұр ғой, файл дейміз, файл, сохранить как, одан кейін, мысалы, жұмыс үстеліне сақтаймын, мен рабочий стол. Сонда файлымыздың атауын жаздым, мысалы, семинар және мына жерде тип файла дегенді басатын болсаңыздар, біз PowerPoint-тағы дүниемізді кез келген форматта сақтай аламыз, иә? Бұл фото қып сақтай аламыз. Міне қараңыздар. Міне, JPEG, рисунок в формате JPEG деп тұр, көрдіңіздер ме? Осыны таңдайтын болсаңыздар, сіздің барлық слайдыңыз фото ретінде сақталады. Сохранить дейміз. Барлық слайдты сақтайын ба, деп біреуін ғана ма дейді. Мен барлық слайдты деп таңдайтын болсам, қазір жұмыс үстелімде семинар деген папка пайда болды. Так, семинар. Жұмыс үстелден адасатын. Так, міне. Семинар 1-3-3-5 деп сақтаған болатын. Осының ішінде және сізге керекті слайдыңыздың барлығы фото болып сақталды. Көрдіңіздер ғой, иә? Мысалы, менде 5 слайд, 5 түрлі фото болып сақталды. Сол фотоны қоямыз жаңағы бағдарламаға. Рахмет, түсінікті. Тағы да сұрақтарыңыз бар ма? Номеріңізді қайтадан шығарыңызшы. Негізі өте жеңіл бағдарлама, бұл қатты қиын емес. Главное, осы объектілерді бірінші қойып, кірпіш қалаған сияқты қалап аламыз. Одан кейін барып арасын байланыстырамыз. Болды, сонымен сақталу да оңай, жасалу да оңай. Ең бастысы осы текстті қою, картинканы қою, картинканы орнына кез келген PNG форматтағы картинкаларды қойсаңыз болады, слайдыңызды қойсаңыз болады. Бұл жерде қанша лимит бар? Неше бетке дейін?
лимит жоқ, беті астыға кете береді міне. Көрдіңіздер ма? Word сияқты міне астыға жылжи береді. Түсінікті. Лимит жоқ, кете бересіздер. Қанша слайд жасасаңыз да өзіңіз білесіз. Бірақ менің кеңесім, өзімнің, енді мен жұмыс жасап жүрмін ғой бағдарламамен, менің кеңесім 2 слайдтан жасап алсаңыздар, одан кейін барлығын бірге қосқан өте ыңғайлы. Мысалы, бір связкадан қате кететін болса, мысалы, сіз мынадан связка жасайсыз, связка жасап, мысалы, ерте жіберіп қойсаңыз, жетпей жатыр. Онда бұл екеуінің арасында байланыс болмай қалады, көрдіңіз ба? Мынадан жетпей қалдыңыздар, мына суретке. Арасында байланыс болып үзіліп қалады. Сол жерден видео үзіліп кетеді. Сондықтан желательно оны жөндеу үшін одан сол связкаға дейін қайтадан өшіріп шығу керек барлығын. Сондықтан желательно 2 слайдтан жасап алсаңыз, сосын біріктіріп қоса саласыздар. Енді сол біріктіріп қосуменен дауыс жазу жайында айтып кетейін, иә? Кешіріңіз, менде бір сұрақ қойып жіберейінші, қараңыз. Қой жеріңіз. Жаңағы жасадыңыз ғой, мысалы, видеоңызды. Менде қате кетіп қалды. Енді соны қайтадан осы программада ашу қалай болады екен? Жоқ, осы программада бөлік сақталып тұра ма ол? Жоқ, қараңыз міне, файл сохранить как десеңіз, сіз осыны как файл ретінде сақтап MP4 болмайды. Осы Hand Animation бағдарламасы форматында сақтап қоясыз. Кез келген уақытта, мысалы, сіз бүгін жасап жаттыңыз, бітіре алмай қалдыңыз, сохранить как деп сақтап қоясыз да, ертең қайтадан ашып жалғастыра бересіз. Көрсету үшін сосын экспортировать етеміз, иә? Экспортировать етіп тастасаңыз, уже оны өзгерте алмайсыз. Ол уже как дайын видео болып сақталып қалады. Түсінікті, рахмет. Сәлеметсіздер ме? Айта кетсем болады ма? Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Жалпы Hand Animation бағдарламасын көріп отырмыз. Жеңіл, қызықты, ең бастысы анимациялы, креативті бағдарлама екен. Асима Аманжановнаға үлкен алғысымды айтқым келіп отыр. Өте қызықты екен, осы бағдарламаны сабақ барысында қолданып, жалпы студенттердің қызығушылықтарын артуға үлкен мүмкіндік екен. Сонымен қатар алдында да Асима Аманжановна Camtasia студияны үйреткен болатын осы семинар арқылы. Үлкен алғысымды білдірем, Асима Аманжановна, сізге. Өрлей беріңіз, өсе беріңіз, осындай идеяларыңыз таусылмасын, көбейе берсін. Біз сізден үлгі алып, алға қарай жылжи берейік. Өте қызықты семинар болып жатыр. Алғысымды айтамын, білдіремін. Рахмет сізге. Рахмет. Рахмет, Мақпал апай. Ары қарай тағы да жалғастырып өтейін. Осы дайындалған видеоны енді біз қарап тұрсаңыздар, қолдың жылдамдығы кейде бізге көбейту керек болады, иә? Мысалы, өте баяу жазып жатыр қазір жылдамдығы. Мысалы, қарап отырсаңыз, кейде уже 1-2 слайдтан кейін іш пыстырып жіберу мүмкін. Сондықтан кішкене видеоның жылдамдығын көбейтуіміз керек. Ол үшін қазір 1 минуттан кейін уақыт бітеді, қайтадан қосылыңыздар жалғастыру үшін. Жақсы, хан, жарайды. Жақсы. Жақсы.